Армысыздар, құрметті көрермендер. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында сұхбат беруші қонағымыз Ақсу аудандық мәдениет үйінің қызметкері Нұрланбеков Ильяс Тұрсынбекұлы. Ильяс мырза, қош келдіңіз. Қош көрдім. Енді өзіңіздің туып өскен жеріңіз жайлы бір айтып өтсеңіз. Иә, әркімге өзінің туып өскен жері өте қымбат. Менің туып өскен жерім Алматы облысы Ақсу ауданы, қазіргі Барлыбек Сырттанов ауылдық округінде дүниеге келдім. Сол ауылдық округте орналасқан Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебінің 1999 жылы табалдырығын аттап, сол аталған мектепті 2010 жылы аяқтап шықтым. Бәрекелді, Ильяс мырза, мәдениет саласына келгеніңізге қанша жыл болды? Мен 2011 жылы Алматы облысы Ақсу ауданындағы Молықбай Байсағұл атындағы мәдениет үйінің мәдениет қызметкері болып қызмет етуден осы еңбек жолымды бастаған едім. Ал Ильяс мырза, және осы мәдениет саласынан бөлек Ақсу халық театрында бір беделді әртіссіз. Қандай образдарды, қандай рөлдерді сомдадыңыз? Және өзіңізге қатты ұнаған қайсы образ? Менің алғашқы рөлім Тәңірберген Халилаханов атамыздың Абылай аманаты спектаклінде Жәпек батыр рөлін сомдаған ең алғашқы рөлім. Одан бері қарай Ильяс Жансүгіров атамыздың 125 жылдық мерейтойына орай қойылған Дала дастаны спектаклінде Ильяс атамыздың жас кез рөлін сомдағаным өзіме өте ыстық. Ильяс мырза, көріп отырмыз, мына жерде біршама жетістіктеріңізді алып келген екенсіз. Осы жетістіктеріңіздің ішінде қайсысы өзіңізге ең ұнаған жетістік болды? Қайсысы армандаған арманыңызға жеткен жетістік болды? Соны бір айтып өтсеңіз. Иә, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Бұл жердегі жеткен жетістіктерім барлығы маңдай термен, еңбекпен келетін жетістіктер. Өзіме енді жақын көретін жетістіктерім ең алғашқы айтыс аламанында оқушы кезінде алған жетістіктерім өзіме ыстық. Одан бері қарай айтатын болсақ, 2019 жылы Алматы облысы әкімінің қолынан Алматы облысының үздік актері номинациясын иелендім. Одан бері қарай келетін болсақ, 2020 жылы мен өзім жас отбасы номинациясының Алматы облысы әкімінің қолынан иеленіп, көшбасшы, өздеріңіз көріп тұрғандай, жастар сыйлығын иелендік. Бәрекелді, осындай жетістіктеріңіз көп болсын, Ильяс мырза. Енді мына Ақсу халық театрында алдағы жоспарлап отырған қойылымдарыңызға дайындық қалай болып жатыр? Сол жайында бір қысқаша айтып өтсеңіз. Иә, біздің қойып жатқан спектакльдеріміз өте көп. Жоспарда бірталай спектакльдеріміз бар. Енді қазір дайындық үстінде болып жатқан Хакім Абай атамыздың 175 жылдық мерекесіне орай қойылған спектакль, Абай спектаклін сахналап жатырмыз. Бұйырса көрерменге жол табады деген ойдамыз. Сонымен қатар бізде міне Қуыршақ театры қосымша жұмыс жасайды. Сол Қуыршақ театрына да атсалысып жатырмыз. Көрермендерімізге бұйырса жол табамыз деген ойдамын. Бәрекелді, Ильяс мырза, алдағы жоспарларыңызға тек сәттілік тілейміз, жетістіктеріңіз көп болсын. Енді мына көрермендерге тәуелсіздік мерекесімен құттықтап кетсеңіз, сәлем жолдасаңыз. Енді барша қазақстандықтарды, барша елімізді тұғырлы тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі мерекесімен келе жатқан шын жүректен құттықтаймыз. Көк байрақ иілмесін, жығылмасын, көзге жас, кеудеге өксік тығылмасын, тұрғанда көкшіл туым көкті тіреп, қазағым сен қашанда тұғырдасың, тек қана тұғырдан, биік шыңдардан көріне берейік. Бәрекелді, Ильяс мырза, бізге уақыт бөліп, осындай қонағымыз болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Отбасыңызға тек бақыт тілейміз. Осындай жеңістеріңіз көп болсын. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын.